Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге өнер арнасының сұхбат айдары. 2023 жылдың қазан айының 25 мен 29 аралығында Белоруссия мемлекеті Минск қаласында Добрая сказ атты мәнерлеп оқудан халықаралық 6-шы байқау өткен болатын. Байқауға академия атынан музыкалық театр әртісі мамандығының 3-ші курс студенті Тоқтар Мархабат пен драма театры және кино әртісі мамандығының 3-ші курс студенті Байбол Сұлтан қатысып, жүлделі орындар иеленіп келген болатын. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Рахмет. Жүлделі жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Енді осылай шет ел асып, академияныңыздың атын биіктен көрсетіп келіп жатырсыздар. Жалпы барған әсерлеріңіз қалай, байқау қалай өтті? Сол Минскта болып жатқан байқаудың өзі бізге үлкен бір тәжірибе болды. Барлық жағынан, ұйымдастырушылық қабілет жағынан болсын, қатысушылар болсын, отқан қазылар алқасының өзі бізге кәдімгі үлкен тәжірибе. Бұл байқауға баратындарыңыз жайында қалай білдіңіздер және дайындықтарыңыз қалай өтті, сонымен бөліссеңіздер? Конкурс туралы біз жалпы академия тарапынан бізге хабарлама жеткізілді Минск қаласынан. Сол хабарлама барлық театральный вуз дейді ғой. Театральный вузға таратылды. Таратылғандардың ішінен біз сол хабарламаны көріп, әрмен қарай оны жалғастырып, оқып, өзіміздің материалды дайындап, ұстаздарымызбен бірге әрине Минскқа видео хабарлама ретінде жібердік. Негізі 140-тан астам заявка түскен ол жаққа. Барған қатысушылардың саны, финалға өткендердің саны 40-ның ішінде бармыз. Біз байқауға барған кезде ол жерде енді сөздің ашығы кілең алпауыт қатысушылар Ресейдің түпкір-түпкірінен, жалпы Ресей ғана емес, Қазақстан, Грециядан келген, латвиялық, литвалық, кәріс тобынан келген азаматтар өте көп болды қатысушылар. Олардың барлығының деңгейі өте жоғары. Біз үшін үлкен бір тәжірибе болды бұл байқау. Былайша айтқанда, қатысушылардың көбі кәсіби актерлар болды. Ал қазылар алқасына келетін болсақ, айта алмадым мен қазылар алқасына. Бір сөзбен айтқанда, сүттің бетіндегі қаймақтар. Шынымен де алпауыт қатысушылар, бірақ қорыққан жоқпыз біз, өйткені неге өзімізді көрсетуге тырыстық. Тырысқанымыз сондай, бізге мастер-класстарда сол бағана мақтап атқан Мариясы бар, Эдгарлар бар, ешкімді айтқан жоқ, ешқандай мемлекетті айтқан жоқ, именно екеумізді тоқтатып алып, жалпы қазақты тоқтатып алып, осы елге таң қалдым, осы елдің табиғатына таң қалдым, кісілердің өнеріне таң қалдым, это ценный деп кәдімгідей таң қалып кеткен болатын. Бір көзге кешкен тайдан сәулемедің айрылды қапиядай сенен ағып одан да біздің алып жатқан орындарымыз бар, номинацияларымыз, лауреатымыз. Оның орнында ол сөздер өте қатты бізге вообще гран-при болып кетті да ол сөз. Сол сөзді дәлелдегенімізге, сол үшін барғанымызға мен өте қуаныштымын, білмеймін. Ол кісілер де бізде оларға ұнадық деген сенімдеміз. Келесі жылы шақырам деп отыр. Тамаша. Байбол, сізді осы уақытқа дейін ұлттық арнамыздағы алтын қақпа бағдарламасынан көріп жатырмыз. Енді шет ел асып келіп жатырсыз. Жалпы осы шығармашылық жолында табысты студент болуға сізге мотивация, шабыт беретін не? Біз ең мықты халықпыз, біз ең бай халықпыз, біз ең мәдениетті халықпыз, біз ең тектілердің ұрпағымыз. Сол себепті өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің болмысымызды жан-жақта паш етейік. Біз өзіміз дәлелдейік. Соңғы жылдарда қазақ өнері қарыштап өсіп келе жатыр. Жақсы жағынан әрине. Киносы да. Кино жағынан болсын, театр жағынан болсын, көркем өнер, қол өнер, сурет, кез келген жағынан, технология жағынан болсын. Біз өзімізге сенсек,
өзімізге іштей адал болсақ, сонда ғана өркениет, сонда ғана мәдениет дамиды. Сол себепті өзімізді тоқтатпауымыз керек, өзімізді әркез қамшылауымыз керек. Сонда ғана Қазақстанның болашағы жарқын болады деген ниеттеміз. Біз ең мықты халықпыз. Осыны ұмытпайық. Толық қосыламын. Жаль, что русский его не поймет. Объяснить я хочу ему снова, но бедно звучит перевод. Айналайын твоими губами. Пусть нелепо оно звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Ты Сережу Есенина помнишь? Да. Шагане ты моя шагане. Айналайын захочешь? Ну, запомнишь. Повтори при мне, Айналайын, пусть они будут нашим паролем, именами твоим и моим. Мы, казахи, с любовью и болью о любимых своих говорим. Шабыт іздемеу керек. Шабыт сенің өзіңнің ішінде. Ол шабытты шырақ қып жағып ояту керек. Адам күндемей түндемей өзінің профессиясына, жалпы мамандығына адал болса, ол биікке, жетістікке жетеді. Ең бастысы әрекет. Сол әрекетіміздің, ұстаздарымыздың ақыл кеңесінің нәтижесі осы шығар. Минскке барып келіп жүлделі орын болып келіп жатқанымыз. Өзімнің ұстазым Айгерім апайға, Клара апайға, Рахилям апайға өзімнің шексіз үлкен алғысымды айтқым келеді. Ол кісілерге үлкен рахмет. Мен де ұстаздарыма алғыс айтамын. Есмұхан Обаев, Қуаныш Мамытқалиев, Еркебұлан Дайыров. Рахмет, мархабат. Сіз енді өзіңіздің ізіңізді басып келе жатқан буынға ағалық қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Бізге көптеген жан-жақтан қазір шынымен айтып жатыр ғой, біздің деканаттан хабарлар келіп жатыр. Кореямен одақтас болып жатыр, Турциямен соны өткізіп жібермей, тоқта, кіммен одақтас болып жатыр, қандай жарыстар болып жатыр, қандай опыт мастер-класстар болып жатыр, битскенин деп жатыр, мысалы, құдай қаласа. Соларды ұстап алу керек сияқты. Ұстап, өтсін өтпесін дайындалған дүниеңді, тер төккен дүниеңді көрсетуің керек деп ойлаймын. Өйткені сен сол бағытқа қарай сол жолды таңдағаннан кейін ол бекер кетіп қалмау керек деп ойлаймын. Жалпы мотивация деген ол іште менде 100 емес, даже 1000 мотивация шығар ішінде. Өйткені ол мотивация болмаса мен көптің бірі боламын. Ұлы ақын Исламғали Үркімбайұлы айтып кеткен ғой, ел іші, өнер кеніші, өнерлінің өркен жайсын өрісі, біледі жұрт жақсылықтың әр дәні, ұстаздардың еңбегінің жемісі дейді. Сіздердей таланттарды тәрбиелеп отырған ұстаздарыңызға мың алғыс. Мархабат Бейімбетұлы, Байбол Қасымұлы, уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс. Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының атын ұлықты ұлдары мен қылықты қыздары болып тек биіктен көрсете берейік. Сыр сұхбатқа арқау болған өнерлеріңіз өрге жүзсін. Рахмет.